Қалайсыз? Ризамын бра. Осыңа жеттім-ау, таптым-ау сені дегендей ғой. Мына жүгіріп келе жатқан бала сіздікі ма? Осылай күніге алдыңыздан 10 бала жүгіріп шыққан ма? Осында тұрасыз ба? Осы үйде тұрамын. Күлкім көп тұрды. Әйеліме қарап күліп жіберейін деп тұрмын. Жылап жіберейін деп тұрмын. Саламатсыздар ма? Қарекет қорынан келіп едік, әпке. Кіммен сөйлесіп жатсыз? Үлкен қызым ғой. Қызыңыз ба? Балам екі келді, осында жатыр міне. Алихан батыр. Көмірмен жағасыздар Көмірмен ма? жағамыз, иә. Өзім сатып алам 2 тоннаны. Өзім істеймін сол сіздер келдір дегеннен кейін. О, рахмет, мә сіздің тамағыңыздың дәмін көретін болдық. Болам, ашып көрсін. Бол. Макаронды өлтіреміз. Күшті. Осы сіздің отбасыңыз, балаларыңыз. Иә. 10 бала сыя ма мына үйге? Сиса да барлығымыз 3 жерде боламыз. Мына жаққа ұлдар жатады, ана жаққа қыздар жатады. Менде 6 ұл, 4 қыз. Үлкенім Арнұр, Ернұр 8 оқиды, бұл үйде оқиды. Диагноз эпилепсия деген диагнозбенен учетта тұрады. Аяна деген қыз Нұрхан. Саламат, батыр. Батырдан кейін Аймен. Айменнен кейін Алихан. Алихан. Ағамыздың жұмысын көрдік. Айлық 100 мың теңге. 10 балаға жетіп жатыр ма? Енді жеткізем барлығыны. Өзім үй ақтаймын. Біреулер үй ақтап бер, үй тазалап бер дейді, сол жаққа кетіп қалады. Енді қиын болса да бәрі өсіріп жеткіземіз ғой. Алла беріп тұрғаннан кейін туғанға не жетсін. Алла басқаларға да мысалы бермей жатыр ғой. Нәрестеге жете алмай жатқан қаншама ана бар. Арманыңыз қандай, апа? Арманымыз үйлі болсақ дейміз. Мынау үй біздікі емес. Үй аламыз, әкем жұмыс істеп жатыр. Алла қай кезде берем десе береді ғой. Сол үйге бүгін жеттіңіздер. Қарекет қорынан баспана сізге. Болсын. Енді өз үйлеріңізде тұрасыздар 10 балаңызбен. Рахмет. Осы баланы аман-есен жеткізейік. Қарекет қайырымды қолына мыңда бір алғыс. Отбасыларыңыз аман болсын, ауырмаңыздар. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой, дендеріңіз сау болсын әрдайым. Өстіп елді қуантып жүре беріңіздер. Сол қазақ елінің қолдауымен баспаналы болдыңыздар. Енді берсе жаңа үйлеріңіз көрейік. Давайте, дайындалыңыздар. Времянка, да? Летний кухня. Қыз баласы. Жаттап қалды. Мұндай үй аламын деп ойлаған жоқпын.